Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі онлайн сабағымызды бастайық. Құрметті оқушылар, алдарыңызда бірнеше сурет берілген. Осы суреттерге қарап, бүгінгі сабақ тақырыбын анықтап алайық. Осы суреттерге бір-бірімен байланысты деп ойлайсыздар ма? Және осы суреттер бір-бірімен қалай байланысты? Қандай сөз ойларыңызға келеді? Жақсы, ойларыңызды жинақтап алыңыздар. Бүгінгі осы суреттерге қарап отырып, енді кішкене білген боларсыздар. Сабақтың тақырыбы деректер қорының негізгі ұғымдары. Бүгінгі құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда мынандай сұрақтарға жауап ала аламыз. Деректер қоры деген не? Деректер қорын жасау не үшін қажет? Деректер қорының қандай түрлері бар? Реляциялық деректер қоры деген не? Деректер қорындағы жазбалар, өрістер деген не? Мінекей осындай сұрақтарға бүгінгі сабағымызда жауап ала аламыз. Құрметті оқушылар, деректер қоры дегеніміз бір-бірімен белгілі бір тәртіппен құрылымдық тұрғыдан байланысқан ақпарат жазбаларының жиынтығын айтады. Яғни, мысалы, Қазақстан азаматтары туралы мәлімет, бір корпорациядағы тауарлар туралы ақпараттар, мәлімет, міне соларды деректер қоры деп атайды. Деректер қорын жасау не үшін қажет? Мына жерде экранда көріп тұрғаныңыздай, мысалы, Қазақстан азаматтары өте көп. Сол Қазақстан азаматтарының туралы мәліметтердің көлемі өте үлкен болғандықтан, деректер қорында негізгі қажет деректерді сақтай отырып, оларды қалаған уақытымызда сұрау салу арқылы пайдалана аламыз. Мінекей сондықтан деректер қазіргі заманда деректер қорынсыз жұмыс жасау мүмкін емес деп есептейміз. Енді деректер қорын басқару жүйесі деген болады. Бұл деректер қорын басқару жүйесі дегеніміз, мысалы, деректер қорын жасайтын арнайы бағдарламалар болады. Сол бағдарламалардың жиынтығын айтады. Деректер қорын басқару жүйесінде деректер құрылады, сақталады және автоматтандырылады. Мінекей деректер қорының басқару жүйесінің мүмкіндіктері өте көп екен. Басты мүмкіндіктері ол деректер қорын құру, деректер қорын толтыру, деректер қорын редакциялау, деректерді сұрыптау, деректер қорында қажетті ақпараттарды іздеп, деректер қорынан қажетті ақпараттарды алу. Және деректер қорын басқару жүйесінде деректер қорына қорғаныс орнатуға болады. Мысалы, біз кейбір азаматтар туралы жеке мәліметтерді басқа азаматтарға таратуға болмайды деген сияқты деректер қорына қорғаныс орнату қажет болады. Осылардың барлығы деректер қорын басқару жүйесінде жасалынады. Құрметті оқушылар, деректер қорын басқару жүйесімен жұмыс жасаудың негіздері туралы келесі сабағымызда білетін боласыздар. Қазір деректер қорын басқару негізгі ұғымдарын ары қарай жалғастырайық. Деректер қорының бірнеше түрі болады. Иерархиялық деректер қоры, желілік деректер қоры және реляциялық деректер қоры. Иерархиялық деректер қоры дегеніміз, ол мысалы бір элемент негізгі болып саналады, қалғандары бағынғы болып есептелінеді. Мысалы, тауарлар ол негізгі болып саналады. Тауарлардың түрлері, мысалы, бидай ұнынан жасалған тағамдар, сүт өнімдері тауарлары, мінекей бұлар бағынғы деп есептелінеді. Және деректер қорының желілік деректер қоры деген бір түрі бар. Бұл жерде жаңа иерархиялық деректер қорына өте ұқсас келеді. Бұл жерде айырмашылығы негізгі элемент болмайды. Нысандар бір-бірімен өзара байланыса береді. Келесі деректер қорының түрі ол реляциялық деректер қоры. Реляциялық деректер қоры өздеріңіз экранда көріп отырғандай, бұл жерде кесте түрінде беріледі. Осы реляциялық деректер қорын келесі сабақтарымызда жетік меңгеретін боласыздар. Бұл жерде енді кесте түрінде берілген деректер қорының негізгі нысандары болады. Негізгі нысандары ол өрістер, яғни мына жерде бағандар.
бағандарда деректердің сипаттамалары жазылады. Бұл шектеулі болып келеді. Ал 1, 2, 3, 4 деп шексіз кете беретін жолдарды жазбалар деп атайды. Жазбалар шексіз болып келеді. Бұл тек қана деректер қорының көлеміне ғана байланысты болады. Құрметті оқушылар, мінекей өздеріңіз мұқият тыңдаған боларсыздар. Осы алған мағлұматтар бойынша мына тапсырмаларға тез жауап бере алады деп есептеймін. Жаңа бірнеше түрін қарастырып өттік. Осы реляциялық деректер қоры, желілік деректер қоры, иерархиялық деректер қорына дегеніміз не? Мінекей мына жақта оң жағында жауаптары бар. Соған сәйкестендіріп, бұл жерде енді тапсырманы сәйкестендіру тесті деп те атасақ та болады. Бір параққа өздерінің жауаптарын сәйкестендіріп жазып қойсаңыз да болады. Бұл тапсырмаға келесі сабағымызда оралатын боламыз. Құрметті оқушылар, ойларыңды жинақтап, жауаптарын білген боларсыздар. Келесі сабақта ораламыз. Келесі екінші тапсырманы қарастырып көрейік. Екінші тапсырмада деректер қоры берілген. Бұл деректер қорының қай түрі берілген? Және оның негізгі нысандары не? Дұрыс. Енді кейбір оқушылар немесе барлықтарыңыз бірден жауап берді деп есептейміз әрине. Бұл жерде реляциялық деректер қоры түрі берілген. Реляциялық деректер қоры туралы келесі сабақтарда тереңірек меңгеретін боласыздар. Сондықтан бұл жерде негізгі нысандары, яғни өрістер және жазбаларды білуіміз қажет. Мінекей, құрметті оқушылар, MS Excel бағдарламасында 8 сыныпта танысқан боласыздар, және оны 8 сыныпта жетік меңгердіңіздер. Осы MS Excel бағдарламасында барлықтарыңыз жұмыс жасай аласыздар. Сондықтан осы MS Excel бағдарламасында өзіңіздің сыныбыңыз туралы деректер қорын құрып көріңіздер. Мінекей, осы бүгінгі сабақ тақырыбымыз бойынша деректер қорының негізгі ұғымдары сипатталып өтті. Назарларыңызға рахмет.